Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін дәл пиццериядағыдай шығатын, өте дәмді әрі оңай жасалынатын пиццаны бірге дайындайық. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Пиццаның жақсы болып шығуы ол қамырына байланысты, сондықтан өте дәмді әрі пиццерияда жасайтындай қамыр жасаймыз. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы су құямыз. Сәл ыстықтау болса да болады. Және де үстіне сұйық май, тұз, қант және де ашытқы саламыз. Барлық керекті заттар описанияда жазылған. Қамырды дәл описанияда грамдарына байланысты жасаңыздар, сонда өте дәмді болып шығады. Осылай салып, барлығын араластырып аламыз. Және де барлығын араластырып болғаннан кейін үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнымызды да грамына қарай дәл қосыңыздар. Тым артық та емес, тым аз да емес, дәл грамда қанша қосылған, сонша салыңыздар. Және де осылай қолмен қамыр илейміз. Қамырымыз сәл ғана жұмсақтау, қолға жабыспайтындай болып шығуы керек. Осылай ие қанған қамырды илейміз және де бетін салафанмен немесе пищевой пленкамен жауып, ең алдымен 1 сағаттай уақытқа көтерілуге қоямыз. Жылы жерге қойыңыздар. Ал енді 1 сағаттан кейін қамырымызды алып шығамыз. Үстеліміздің үстіне сәл ғана ұн сеуіп, қамырымызды аламыз. Міне бізде осындай көтерілген әдемі қамыр болып шықты. Енді осы қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Жалпы бұл қамырдан 2 түрлі пицца жасауға болады. Осыны 2-ге бөліп, оны оқтаудың көмегімен жұқарғанша жайып аламыз. Міне біз осылай қамырымызды жайып аламыз. 1-30 сантиметрліктей пиццаның қамыры болып шықты. Ал енді осы қамырымызды формаға саламыз. Негізі пиццаға арналған арнайы формаларда сатады. Егер де сондай болса, соған пісіріңіздер. Мен осылай өзімнің пешімнің формасына астына пергамент қағазын салып жасадым. Осы қамырымызды әдемілеп тұрып салып аламыз. Және де шаңышқының көмегімен қамырымыздың тесіп шығамыз. Ал енді мен бұл жерде арнайы томатный соус дайындадым. Алдын ала видеосын түсірмеппін, кешірім сұраймын. Бұл жерде барлық керекті заттар описанияда жазылған. Яғни бұл жерде көп нәрсенің керегі жоқ. Бізге керегі томат пастасы, қант, су және де сәл ғана тұзда қоссаңыздар болады. Және де орегано шөптерінде қоссаңыздар болады. Осылай дәл пиццериядағыдай бізде соус болып шыға келеді. Дәл қалай жасалуы описанияда жазылған. Ал енді біз ірімшіктер қоссамыз. Бұл жерде мен 2 түрлі ірімшік қосылдым. Біріншісі сулугуни, екіншісі жай ғана қарапайым ірімшік. Сіздер әртүрлі өздеріңізде қандай ірімшік бар, соны қолдансаңыздар болады. Негізі моцарелла сыры да өте әдемі болып шығады. Оны осылай жіңішке үкіштің көмегімен өткізіп аламыз. Кейін осы ірімшіктерімізді әдемілеп тұрып, пиццамыздың үстінен салып шығамыз. Және де бұл пиццаға мен қызанақ қосамын. Осылай қызанақтың ортасынан бөліп, оны жіңішке етіп турап аламыз. Осылай әдемілеп тұрып қойып шығамыз. Бұл пицца бізде маргарита пиццасы болып шығады. Яғни барлық пиццалардың ең классикалық түрі осылай тек қана ірімшікпен және де помидор қосумен ғана тұрады. Жалпы қызанақты қоспасаңыздар да болады. Осылай пиццамызды қызып тұрған пеште 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Әрине өз пештеріңізге қарай. Ал бұнда менде екінші қамырдан жасалған пицца. Алдын ала қамырымды жайып алып, соусты жағып және де бұл жерде ірімшіктерді жағып жатырмын.
Бұл пицца сәл өзгешелеу болады. Бұл жерге мен шұжықты қосамын. Осылай әдемілеп тұрып қосып. Сіздер кез келген начинка жасасаңыздар болады. Тауық етінен, саңырауқұлақтардан, немесе өздеріңіз қалаған ет тартылған еттен жасасаңыздар болады. Яғни өздеріңіз қалаған начинкамен жасай берсеңіздер болады. Осылай әдемілеп салып, бұны да пісіріп аламыз. Міне біздің пиццаларымыз дайын болды. Көргендеріңізде өте әдемі болып піскен. Және де осылай 8 бөлікке бөліп, өз отбасыларымызды қуантамыз. Баршаларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Диана. Келесі видеоларда кездескенше, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға рахмет. Жоқ, қойшы оған ойы жоқ.